Олардың бизнес үлгілері ыдырап кетті. Және бұл ішінара Amazon компаниясының көптеген тауарларға осындай қолайлы бағалар мен ыңғайлылықты ұсынуына байланысты. Модельдер соңғы 10 жылдықтарда жұмыс істеп тұрған нәрсені өзгертті, бірақ енді жұмыс істемейді. Білесіз бе, экономика сіз білетіндей, қымбат көліктер мен адамдардың бюджетіне қосымша шығындар жұмыс істемейтін күйде. Бұл біздің көп жылдық тәжірибесі бар, кейбір ірі компанияларда көріп отырғанымыздан көрінеді. Бұл ірі мемлекеттік мом компаниялары өз кірістері туралы есеп беру керек. Біз олардың табысы 90 сайын $100 миллион төмендейтінін көріп отырмыз. Және мұндай мәселе туындаған кезде қандай да бір шешім табу керек. Жойылмайды. Күніне $1 миллиард табыс әкелетін сала осылай жойылмайды. Бірақ бір нәрсе өзгеру керек. Мен осында болғаныма және барлығыңызды Safe Club'та таныстырғаныма қуаныштымын. Өйткені бізде революциялық тұжырымдама бар деп ойлаймын. Бізде сіздің ақшаңызды тартып алмайтын нәрсе бар. Бұл сізге ақша үнемдеуге ғана емес, ақша табуға да көмектеседі. Үнемдеу мен табыс табудың бұл үйлесімі бізге 2025 жылы осында үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік берді. Сондықтан өзіңізді таныстырыңыз. Мен Чарльзмын, менікі, мен Лас-Вегастамын. Егер сіз Лас-Вегасқа келсеңіз, мен сізді қуана қабылдаймын. Біз мұнда іс-шараларды жүйелі түрде өткізетін боламыз. Мен дәл қазір масштабтауды үйреніп жатырмын. Бұл біздің үшінші масштабтауымыз. Білесіз бе, бұл тек бастамасы. Компаниядағы қызметкерлер саны аз, өйткені біз алға ұмтылып жатқан нәрсеге қарай жылжып жатқанымызды және бұл платформадан тез асып түсетінімізді білемін. Сондықтан қазір 100-ге жуық адам жұмыс істейтін кішкентай. Ерекше Zoom қолданбасында барлығын осында көру өте жақсы. Мен бұрын айтқанымдай, мен жаңа серіктестермен және Safe Club мүшелерімен неғұрлым көп аралассам, соғұрлым олар үнемдеуге көбірек инвестиция салады және олардың үнемдеп жатқанын көреді. Білесің бе, бүгін маған біреу қоңырау шалып, "Сәлеметсіз бе, жағдайыңыз қалай?" деп сұрады. Мен өте жақсы жұмыс істеп жатырмын. Мен пиццаға $13 үнемдедім. Мен олардың Safe Club'та бар екенін де білмедім. Сондықтан, білесіз бе, адамдар бұл өнімді сатып алып үнемдесе, бұл жақсы белгі, бірақ бағалар төмендемейді. Жалға алу құны, газ бағасы, барлығы шамамен 2004 жылдан бері өсіп келеді. Сондықтан бұл бағаға әсер етпеуі мүмкін емес. Мұндай шешімге дер кезінде келген дұрыс болар еді. Менің мақсатым барлығына пайда әкелетін компанияны қалай құру екенін, білу екенін білесің бе? Біз бұл жерде жеңілгендердің жоқтығына қалай көз жеткіземіз? Адамдар мүшелікке ие бола алады, үнемдей алады. Бизнес мүмкіндіктері бар. Егер олар осы мақсатқа күш салып, жергілікті жүйелерді ұстанатын болса, олар ақша таба алады және шын мәнінде пассивті қалдық кіріс ала бастайды. Бұл салаға көптеген адамдар пассивті қалдық кіріс алу үшін, табыс табу үшін келді. Мен дәл осы жерде алға жылжытқым келетін нәрсе адамдарға еркіндік деңгейіне жетуге көмектесу. Біздің бәрімізде қалдық шоттар бар. Бізде ұялы телефон мен көлік төлемдері бар. Ал бәрімізде қалдық шоттар бар. Ал егер сіз өзіңіздің қалдық табысыңызды қалдық шоттарыңыздан $1 артық ете алсаңыз, бұл сізде көптеген адамдарда жоқ. Еркіндік беретін өмір салтына бейімдейді. Болған жоқ. Менің ойымша, құтқару клубының көмегімен біз бұл санға көбірек адамдарды тез тарта аламыз. Және бұл шынымен де біздің мақсатымыз. Және бәрі бізде үмітті ақтайтын өнім болған кезде басталады. Менің мақсатым, қауіпсіз клубтың әрбір мүшесіне бізге ең жақсы мүшелікті қамтамасыз етуге міндеттенетінімді айту. Мен өткен аптада дәл осылай істедім. Мен Флоридаға жетекші жарнама берушілермен, әлемдегі ең ірі брендтермен, жетекші автокөлік жалдау компанияларымен, CVC-пен кездесу үшін бардым. Мен Capital One мен кездестім, Sefa мен кездестім, бренд менеджерлерімен және жарнама менеджерлерімен кездестім. Ең ірі брендтер. Мен сіздерге осы брендтердің неліктен бізбен серіктес болғысы келетіні туралы, сондай-ақ осы презентацияның бір бөлігі ретінде жарнамада болып жатқан революция туралы толығырақ айтып беремін. Бірақ бұл біздің мүшелігімізден және адамдарды бағалай бастағанымыздан басталады. Сен бәрінің не жейтінін білесің. Сондықтан бізде 60-тан астам мейрамханалар мен тамаша асханалар бар. Онда сіз ақша үнемдей аласыз. Бізде әртүрлі спорт түрлері, кинофильмдер, сондай-ақ әртүрлі кинотеатрлар бойынша ойын-сауық бағдарламалары бар. Сіз не істегіңіз келетіні үшін сыртқа шығып, ақша үнемдейсіз. Сонымен қатар 200-ден астам дүкенде сауда жасап,
өсуді жалғастыра отырып, уақытыңызды жақсырақ өткізе аласыз. Сонымен қатар автомобиль өнеркәсібінде шиналар мен майды ауыстырудан бастап барлығы бар. Бұл өте маңызды нәрселер. Егер сізге әлі де ақша жұмсау керек болса, ақшаңызды үнемдегеніңіз жөн. Бізде саяхатта үлкен тәжірибеміз бар және одан да көп нәрсені жоспарлап отырмыз. Сондықтан дүние жүзіндегі курорттар, қонақүйлер, авиакомпаниялар біз ұшақ билеттеріне жеңілдіктер ала алатын санаулы топтардың біріміз. Сондықтан айналаңызға қарасаңыз, әсіресе халықаралық рейстерге келетін болсақ, мүшелігіңізді тексеріп, онда не бар екенін көріңіз. Және біз жұмыс істеп жатқан тағы бір нәрсе. Мен соңғы кэшбэк шоуында жарнама берушілерден көптеген пікірлер алдым. Бұл болашаққа апаратын жол. Алда не күтіп тұрғаны өте қызықты. Бұл жай ғана қалтаңызға көбірек ақша салудың, оны үнемі жұмсаудың және сатып алудың тәсілдері. Және біз қазірдің өзінде әлемдегі ең ірі брендтердің назарын аудардық. Сондай-ақ аналар мен әкелерге арналған көптеген дүкендер. Сондықтан жарнаманың мәні мынада. Бұл брендтер бізге үнемдеуді қалайды. Біз ең жақсы үнемдеуді біріктіреміз және сіздің мүшелігіңіз бар екеніне көз жеткіземіз. Бұл сіздің ай сайынғы шығындарыңыздан әлдеқайда құнды. Мұны істеудің ең оңай жолдарының бірі кешкі ас ішу. Мен біреуін сатып алып, біреуін тегін ал деген алғашқы тағамдарын алған қатысушылардан көптеген пікірлер алдым. Бұл көп нәрсені қажет етпейді. Және сіз бұған қазірдің өзінде оң көзқараспен қарайсыз. Білесің бе, біреуді түскі асқа шақыр. Немесе, білесің бе, бірінші тағамды алып, жазылымыңызды сол жерден іздеңіз. Сонда сіз жақын арада басқа әлемдік нарықтарға шығатын жағалаудан жағалауға дейінгі барлық мейрамханалардың бағасының айырмашылығын көресіз. Мен күшті таппен таныстым. Эдвард, мұны естігенде қатты қуанасың. Мен Ұлыбританиядан тыс жерде орналасқан британдық таппен таныстым. Ол бүкіл Еуропа бойынша кешбектерді, әртүрлі ұсыныстар мен ынталандыруларды таратуға арналған. Сондықтан өнім желісі бүкіл әлемде кеңейіп келеді. Және біз қазірдің өзінде бүкіл әлем бойынша сауда жасап жатырмыз. Біз жасаған онлайн сатып алуды ынталандыру платформалары керемет. Олар сөзбе-сөз ең үлкен брендтер. Және бұл брендтер үнемдеген ақшалары үшін жеке жазылушылар тобын марапаттағысы келеді. Жақында менде слайд болады. Мен мұның қалай жұмыс істейтінін, неліктен көптеген брендтер жеңілдіктер беруді таңдайтынын, және бұл Safe Club мүшелігін алудың және оған қол жеткізудің бірегей мүмкіндігі екенін түсіндіремін. Бұл мәмілелер сондай ақ барған сайын жаңа эксклюзивті мәмілелер жолда. Және бұл жай ғана шағын брендтер немесе ең үлкен брендтер, сәнді брендтер, әдетте жеңілдіктер бермейтін брендтер емес. Олардың жарнамада қиындықтары бар. Бұл брендтер жарнаманы қайда орналастыру керек? Олар қазірдің өзінде миллиондаған және миллиондаған доллар жұмсап жатыр. Біреулер мұны теледидарда, біреулер интернетте, біреулер журналдарда, билбордтарда, Times Square'де жасайды. Бірақ жарнаманың бұл түрі жұмыс істемейді. Шын мәнінде жұмыс істейтін нәрсе адамдарға жеңілдіктер беру, ақшаны қайтару және сыйақы беру. Және олар үлкен жеңілдіктер бере алады. Өйткені олар шын мәнінде жарнаманы сатып алғаннан кейін ғана төлейді. Және олар, бұл брендтер, біздің адамдар мүшелігі үшін төлейтін жеке топ екенімізді жақсы көреді. Олар бізге үлкен жеңілдіктер беруге дайын. Олар өз бренді және не болып жатқаны туралы не айта алатынымызды білуге қуанышты. Сондықтан болашақ вебинарларда біз келіп, бізбен не істеп жатқаны туралы бөлісетін брендтер туралы сөйлесетін боламыз. Және бұл үшін олар бізге біз естімеген эксклюзивті жеңілдіктер береді. Мен сізге мысал келтірейін. Бірақ мен Stix Rental Car компаниясына хабарласқанымда бұл неміс тобы екені белгілі болды. Мен көлікті жалға беретін компания туралы көп білмедім. Мен әрқашан жалға алатын көліктерімді бағасына қарай таңдайтынмын. Мен олардың қызметтері мен олардың не істеп жатқаны туралы білгенде, мен сізге осы компанияны ұсынғым келеді. Біз үшін не істей аласыз, дедім. Олар, әдетте, біз қолма-қол ақшаның максималды сомасын 8%-ға қайтарамыз, дейді. Бірақ олар біздің істеп жатқан ісімізді жақсы көреді. Олар бізге 20%-ға дейін қайтара алады. Көріп тұрсың ба? Біз брендтермен тікелей қарым-қатынас жасаймыз. Олар бізге барынша жеңілдік береді. Өйткені бізде топ бар. Бізде топтың сатып алу қабілеті бар. Және біз олардың идеясын жеткізе аламыз. Және олар біздің жеке топ екенімізді жақсы көреді. Және олар бізге жеңілдік бергенде, бұл жай ғана біз бүкіл әлем бойынша интернетте сауда жасаймыз. Және олардың табысына зиян келтіреміз дегенді білдірмейді. Safe Club'тың осы тегін қолданбаларда көре алмайтын бірегей мүмкіндіктері бар. Сіз оларды банк картаңызға қолма-қол ақшаны қайтару арқылы немесе кез келген жерде жеңілдікпен көре алмайсыз. Білесіз бе, Safe Club шынымен эксклюзивті болады. Одан да маңызды жеңілдіктермен бірге келетін мәмілелер. Себебі біз әртүрлі жарнама желілерімен және тікелей жарнама берушілермен қарым-қатынас орната бастадық. Ал саяхатқа келетін болсақ,
Біз қазірдің өзінде бөксемізді қағып жатырмыз. Бізде сіздің сұрағыңызды қабылдайтын, ең жақсы бағамен сатып алатын, және сізге ең жақсы бағаны көрсететін 6 түрлі туристік портал бар. Және бізде мысалдан кейін мысал бар. Мысалы, біз Orbitz, Kayak немесе Hotels.com компанияларымен бәсекелескенде, біздің жинақ порталдарымыз оларды жеңеді. Өйткені бұл тиімдірек, бәсекеге қабілетті. Тағы да, біз ең жақсы бағаларды ұсынатын 6 түрлі туристік порталды таңдаймыз. Және бұл мәмілелердің кейбірі шынымен де мәміле болып табылады. Және біз ақшаны қайтарудың әртүрлі нұсқаларын ұсына бастағанда, бұл туралы көбірек білетін боламыз. Мен барлығының бұл Safe Club'тың бастамасы ғана екенін білгенін қалаймын. Мен сіздердің барлығыңызға батыл болғаныңыз, мүше болғаныңыз және дәл қазір келгеніңіз үшін қошемет көрсеткім келеді. Біз өсіп, мүшелер базасы кеңейген сайын, бұл бізге топтың сатып алу қабілетін арттырады. Мүшелер үшін жақсы мәмілелер туралы келіссөздер жүргізуге көбірек мүмкіндіктер береді. Осылайша, ай сайын бізде көбірек ұсыныстар мен жеңілдіктер болады. Және бұл біздің Facebook топтарымызда жариялайтын әртүрлі дәлелдерге қалай әсер ететінін көресіз. Адамдар өз әсерлерімен бөліскенді ұнатады. Бұл біздің тағы бір үлкен артықшылығымыз. Қауымдастық пен желілік маркетинг, брендтер өз өнімдері туралы сөйлескенді ұнатады. Және бізге жеңілдіктер беруге қуанышты. Өйткені бұл екі жаққа да тиімді жағдай. Мен өзара жеңіске жететін ештеңе жасағым келмеді. Клиент жеңеді, бренд жеңеді, Safe Club жеңеді. Және бұл бізді көбірек үнемдеуге және көбірек ақша табуға итермелейді. Бұл өте қарапайым тұжырымдама. Және ол жұмыс істей бастағанда, бізде бүкіл әлем бойынша миллионнан астам мүше болады. Мен қонақ үйлерде тұру сияқты жинақтарымыз туралы бұрын айтқан болатынмын. Сахара қонақ үйі шын мәнінде менің дәл көше бойында орналасқан. Міне, нақты уақыт режимінде бір ғана мысал. Мен осыған ұқсас мысалдарды көбірек келтіріп жатырмын. Бізде шынымен де керемет жарнамалар бар. Мен оларды сіздермен бөліскім келеді. Мен бұл экранды дәл осы жерде бөлісемін. Біз әлеуметтік медиа материалдарын жинап жатырмыз. Сіз оны қабырғаңызға жариялау үшін пайдалана аласыз. Бұл мәтіндік хабарлама арқылы жіберуге болатын телефон өлшеміндегі тамаша жарнама. Біз сізге салыстырудың әртүрлі нұсқаларын көрсетеміз. Бірақ маркетингтік қолдаудың арқасында және біз Safe Club брендін қауымдастық ретінде алға жылжытқан сайын, Safe Club атауы адамдарға көбірек таныс бола бастайды. Бұл өте жақсы домен. Safe Club ол адамдарға Group Savings пен бір тұтас топ ретінде не істеп жатқанымыз туралы нақты айтып береді. Мен өз командамызды және осы жарнамаларды жасау үшін өте дарынды адамдарды құруды асыға күтемін. Бұл бәрімізге тұрақты маркетингтік қолдау арқылы нарыққа шығуға және табысқа жетуге көмектеседі. Тек жақсы көрінеді. Презентациямызға қайта оралуға рұқсат етіңіз. Ендеше бөлісіп кеттік. Жарайды, кеттік. Кеттік. Енді жыл сайын бұл қызықты болады. Өйткені сіз бір жылда біреуге бірнеше мың доллар не істей алатыныңызды елестете аласыз. Бұл жай ғана мүшелікке қайта оралғаныңыз үшін. Қараңызшы, жарайды. Мен кешкі ас сатып алу және майды ауыстыру, бөлшек сауда сатып алу туралы шешім қабылдаймын. Және жай ғана, білесіз бе, мүшелігіңізді қалай пайдалану керектігін қарап шығамын. Бұл оңайырақ және оңайырақ болады. Өйткені біз ақшаны қайтаруды, картаны байланыстыруды және басқа технологияларды қолдана бастаймыз. Бұл бізге ақшаны жұмсауға және ақырында үнемдеуге көмектеседі. Қазір бұл салада тікелей сату және желілік маркетинг саласында бәрі уақытқа байланысты. Сіз жылжымайтын мүліктің орналасқан жері екенін білесіз. Тікелей сатылымда бәрі уақытқа байланысты. Дәл қазір біздің компанияда көптеген жағымды оқиғалар болып жатыр.
Біріншіден, өсіп келе жатқан фантастикалық компаниялар жоқ. Біздің саладағы компаниялардың көпшілігі қысқаруда, және әлі де жақсы жиналмаған, және бүкіл әлемге таралмаған көптеген нәрселер бар. Мәселе мынада, біз өз бизнесімізді бір апта бұрын ғана бастадық, және бүкіл әлем бойынша осы елдердің барлығында бизнеспен айналысамыз. Келесі айда бізде бірінші комиссия болады, және біз бүкіл әлем бойынша адамдарға Kick, No Your Customer, email, антижүйелеріне толық сәйкес төлейміз. Ақшаны жылыстату. Бұл біз бүкіл әлем бойынша төлемдерді қабылдай аламыз, және төлемдерді жүзеге асыра аламыз. Сонымен қатар бүкіл әлем бойынша мүшеліктерді қамтамасыз ете аламыз, және мұны салыстырмалы түрде аз үзілістермен үздіксіз жасай аламыз. Бізде бір ғана демалыс күні бар. Және сіз білесіз бе, біздің клиенттерге қызмет көрсету тобы қазірдің өзінде бар күшін салып, оқудан өтіп, алға жылжуда. Сондықтан бұл қызықты апта болды. Және компанияға көптеген адамдарды тартатын нәрсе, бұл біздің төлемдеріміз. Біз бұл өтемақы жоспарын жасадық. Оған сәйкес біз 80%-дан астам төлей аламыз. Мен айтқанымдай, мұны апта сайын жасаңыз. Ал егер өтемақы шынымен тиімді болса, онда ол тиісті бонустар да болады. Сіз компанияға кірген кезде, осы матрицаға кіретін мүшелердің тізімін толтыратын матрица бар, және осы матрицада сәйкес бонус бар. Және дәл осы жерде біз көптеген керемет марапаттарды көреміз. Сонымен қатар, бізде бонустық бассейндер, жаһандық бонустық бассейндер бар. Онда сіз компанияға мүшелік және серіктестік жарналары арқылы түсетін барлық ақшаны ғана емес. Сонымен қатар компаниялар Safe Club'ты өз брендтерін адамдарға таныстырған үшін марапаттайтын жарнамалық долларларды да пайдалана аласыз. Мен желілік маркетингке қайта оралу үшін шынымен жасағым келген жалғыз нәрсе пассивті қалдық табыс табу. Дәл осы идея мені 20 жылдан астам уақыт бұрын осы салаға қатты қызықтырды. Ол кезде мен жұмысты бір рет аяқтап, қайта-қайта жалақы алатын едім. Бірақ сізде жеткілікті жабысқақ өнім болуы керек. Міне, осы жылдар ішінде біз мұнаны көрдік. Мен көптеген компанияларға арналған өнімдерді шығарамын. Бек-офистерді басқарамын, бағдарламалық қамтамасыз етуді және банк ісін жүргіземін. Мен бұл компаниялардың ортақ тенденциясын көріп отырмын. Онда сіз біреуді тарту арқылы өкіл немесе серіктес ретінде шынымен көп жұмыс істей аласыз, және олар өнімдерді ұнатып жұмысқа кірісуі мүмкін. Бірақ бірнеше айдан кейін олар жай ғана құлап, қайта оралмайды. Шаршау соншалықты күшті. Бұл көптеген адамдардың көңілін қалдырады. Және бұл қалдық табыс туралы уәде мен арманға қол жеткізу мүмкін емес етеді. Ал ақша тауып, қалдық табыс табатын адамдар аз болғаны сонша. Адамдардың кем дегенде 1%, ал адамдардың көпшілігі жоқ. Және біз осы өтемақы жоспарын жасаған кезде мақсат қалдық кірісті құру және адамдарға сіз еркін деп анықтай алатын еркіндік деңгейіне жетуге көмектесу болды. Мүмкін бұл көлік төлемі, мүмкін бұл үй төлемі, мүмкін бұл сіздің барлық шоттарыңызды төлеу. Бірақ сіз жұмыс істей алатын бір нәрсе бар. Және бұл адамдардың мүшеліктерін пайдалануды жалғастыруы, бөлісуді жалғастыруы және өтемақы алуы үшін өте маңызды болады. Жоспар толығымен өтеледі, және шын мәнінде шексіз деңгейде өтеледі. Сондықтан ол өскен сайын сізге жалақы төленеді, және бұл нәрсе бүкіл әлемге таралады. Және сіз шынымен де қалдық табыс табасыз деп күтуге болады. Бұл біз осында салып жатқан үй түрі. Және сіз бұл көзқарасты қабылдап, біздің не істеп жатқанымызды көресіз деп үміттенемін. Біз осы іргетасқа құрылыс жүргізіп жатқан кезде бізбен бірге жұмыс істеңіз, және біз онға дейін өсеміз. Мүшелер саны және 100 мүше, және барлық әртүрлі бөліктер жұмыс істеп, мүшеліктің өте құнды екенін, және бізде нақты пассивті табыс табатын адамдар бар екенін түсінген кезде, біз өсу нүктесіне жетеміз. Біз жақын арада сыни массаға жетеміз, ал компания 100 мүшеден миллионға дейін өседі. Біз дәл қазір осы жолда келе жатырмыз. Мұны көргендер үшін, өйткені көптеген адамдар 3 жұлдызды рейтингке қол жеткізгендіктен, бізде жаңа 4 жұлдыз пайда болды. Айта кету керек, сәрсенбіде біз бірінші бонустық пулымызды іске қосамыз. Біз бар болғаны 1-2 апта жұмыс істеп жатқанымызға қарамастан, бізде бірінші бонустық пулымыз болады, және 3 жұлдызды, 4 жұлдызды, тіпті 5 жұлдызды деңгейге жеткен адамдар жұлдыз. Олар осы жаһандық бонустық қорлардан өте жақсы чектер алады.
Және, білесіз бе, бұл жоспардың бір ерекшелігі. Ол өскен сайын матрицада біз 2-ден 16-ға дейінгі матрицаны аламыз. Өйткені сіздердің барлығыңыз шынымен де ең басында осындасыздар. Менің айтайын дегенім, сіз компанияда жұмыс істегеніңізге бір апта болды. Бұл матрица миллиондаған адамдарға өседі. Және бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар Safe Club туралы естиді, және біз бұл көрсеткішке 100-ден 1000-ға жетеміз, және осы компанияның 1 миллион мүшесіне жетеміз. Матрицаны толтырған кезде сіз ешкіммен тіркелмей-ақ табыс таба аласыз. Бірақ бұл біз алға жылжытқымыз келетін нәрсе емес. Осында келіп, адамдарға ақша үнемдеудің жолдары туралы білуге көмектесу арқылы сіз оларға лайықты лауазымды тауып, сол лауазымнан ақша таба аласыз. Матрицаның ішінде олардың әлеуеті мен кірістерін матрицаның ішінде салыстыратын адамдар неғұрлым көп болса, соғұрлым жұмысқа келген, және осы жерде не істеп жатқанымызды бөлісетін адамдар чектерді көбірек алады. Мен айтқанымдай, уақыт өте маңызды. Бірақ басында бұл 200-ді қылыш. Қазіргідей, бізде адамдарға ұнайтын және жазылымға қарағанда оңай үнемдеуге болатын негізгі өнім бар. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Біз ұшыруды қалай бастағанымыз және бәрі бір қалыпты жүріп жатқаны арасында кейбір ақаулар бар, бірақ күн өткен сайын жақсарып келеді. Енді міне, слайд. Онда мен сіздермен шынымен сөйлескім келеді. Және мұның соншалықты маңызды екенін сіздермен бөліскім келеді. Дүние жүзіндегі жарнама индустриясының көлемі $900 миллиард құрайды. Жарайды. Оның қаншалықты үлкен екенін ойлап көрейік. Бұл $1 триллион жуық салаға қатысы бар салалар көп емес. Ал жарнаманың жасалу жолы соңғы 10 жылдықтарға тән. Теледидар, радио, баспа. Соңғы 2 жылда, соңғы 20 жылда бізде әлеуметтік медиа пайда болды. Бірақ әлеуметтік желілерде адамдар бұл жарнамаларға соқыр болып қалады. Және сіз Теоргат сияқты кейбір ірі брендтер ешқашан әлеуметтік желілерде жарнама жасамайтынын түсінуіңіз керек. Мұндай стратегияның олар үшін кері әсері болуы мүмкін. Олар ақшаларын билбордтарға жұмсамайды, және мәтіндік хабар алмасу өте қиын. Мұны қалай істеу керек? Бұл брендтер осы үлкен брендтер сияқты оларды қалай жарнамалау керек, және олар қабырғаға соғылды. Бұл $900 миллиард жарнамалық бюджеттер жойылады дегенді білдірмейді. Олар жай ғана жойылады. Ал қазір жарнама әлемінде болып жатқан оқиғалар үлкен сілкініс болып табылады. Және бұл күйзеліс дәстүрлі теледидар мен баспа басылымдармен, сондай-ақ олардың ақшаны қалай жұмсайтынымен байланысты. Және бұл жұмыс істейтін нәрсеге ауысады. Ал шын мәнінде жұмыс істейтін нәрсе ақшаны қайтару, купондар, сыйақылар. Сіз өзіңіздің қызметкерлеріңізге дүкендерді таңдағаны және брендтің адалдығын қалыптастырғаны үшін сыйақы немесе сыйақы төлейсіз. Бұл біз көріп отырған нәрсе. Және Safe Club екеуміз де осы жарнама берушілермен жұмыс істеуге және адамдарға осы жеңілдіктерді беруге тамаша мүмкіндіктер бар. Егер қаласаң, өзіңді жарнама берушінің орнына қой, онда сенің бюджетің $10 миллион құрайды. Тәуекелге бару үшін не істейсің? Бұл кез келген билбордтарда, теледидарда немесе басқа жерде ме? Жоқ. Сіз оларды адамдарға жеңілдіктер мен қолма-қол ақшаны қайтару купондары түрінде бересіз. Өйткені сіз бұл ақшаны сатылым аяқталғаннан кейін ғана жұмсайсыз. Осылайша олар өздерінің жарнамалық бюджетінің баламасын алып, оны адамдарға қайтарады. Және біз бұл үшін бүкіл әлемде тамаша жағдайдамыз. Біз осы орасан зор бюджеттің үлкен бөлігін өз мойнымызға алып, оны жазылушыларымызға береміз. Ал үнемдеу соншалықты айқын және шынайы болады. Сондықтан бұл мүшелікке тіркелу және осы сыйақыларды алу қиын болмайды. Жай ғана мүше болу және тұрақты сыйақы алу өте тиімді болады. Ал брендтер бізбен ынтымақтастықты таңдауды жалғастырады. Өйткені бұл адалдықты арттырады. Міне, осының барлығын жүзеге асыратын ішкі механизм, және біз осы ақша ауысымының бір бөлігіміз. Ал егер біз осы орасан зор бюджеттің кем дегенде 1% алатын болсақ, адамдар үлкен сыйақы алатын еді. Есіңізде болсын,
Біз осы жарнамалық долларларды алған кезде оларды бонус ретінде қайтарамыз. Біз желілік маркетингке бірінші рет қатысып отырмыз. Бұл жерде тек сіздің тобыңыз, мүшелеріңіз, төменгі ағыныңыз, серіктестік алымдарыңыз, мүшелік жарналарыңыз туралы ғана емес. Сонымен қатар қалдық кіріс чегін толтыру үшін төменгі ағыннан түсетін мүшелік жарналар туралы ғана емес. Бұл сондай-ақ өз ақшасын қайда және қайда жұмсау керектігін білмейтін көптеген жарнамалардың жарнамалық долларлары және олар бағдарламаның осы түріне қайта оралуда. Мен осы брендтермен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болғаныма өте қуаныштымын. Мен тағы бір іс-шараны өткізіп жатырмын. Иығымнан қағып, мамыр айында әлемдегі ең ірі желілер мен жарнама берушілер қатысатын жеке іс-шараға шақырылдым. Біз жай ғана мәмілелер жасап, естімеген нәрселерді ұсынбақпыз. Сондықтан басынан бастап қауіпсіз клубтың бір бөлігі болғаныңыз үшін тағы да рахмет. Менің ойымша, сіз осы танымал брендтер ұсынатын үнемдеуді түсіне бастағанда, біз сізді таң қалдырамыз. Және әрқайсымыз үшін достарымызға, отбасымызға және біз кездесіп жүрген адамдарға барып, олармен шынымен құнды нәрсемен бөлісу өте керемет болады. Және біз олардың өміріне жаңа шоттарды немесе басқа шығындарды қоспаймыз. Біз оларға клубымыздың сатып алу қабілетінің және жарнамаға жұмсалған доллардың адамдарға қалай қайтарылатынының арқасында өздеріне ұнайтын нәрселерге жақсырақ бағамен қол жеткізе алатынын көрсетеміз. Мұның бәрінде бізге көмектесетін нәрсе жасанды интеллект. Біз жасанды интеллектті дамыта бастадық. Осылайша біз бүкіл әлем бойынша саяхаттаған сайын тұтынушыларға барлық тілдерде қызмет көрсету, сату материалдары мен чат-боттар, шығыс қоңыраулар, мәтіндік хабарлар, тұтынушылармен байланыс орнату үшін оларға жақсырақ үнемдеуді табуға ғана емес, сонымен қатар бизнес мүмкіндіктерін шұғыл түрде зерттеуге және табысты өкілдер жасайтын тәсілдерді жасауға мүмкіндік беретін құралдарды алуға көмектесетін қуатты Powerline маркетинг жүйесі туралы білуге көмектесіңіз. Бірақ бұл жасанды интеллект арқылы жасалады. Жасанды интеллект арқылы біз бұл кванттық ауысым екенін түсінеміз. Білесіз бе, кванттық ауысым бұл бірдеңе болып жатқан кезде, және егер сіз оған қатыспасаңыз, әлем сізсіз алға жылжиды. Бәлкім, ең қарапайым мысал, мұның кейбір қарапайым мысалдары ат арбасына оралу сияқты болды. Білесіз бе, көліктерге барайық. Бұл кванттық ауысым. Егер сіз көліктерді пайдалануды бастамасаңыз, сіз шаңда қаласыз. Сөзбе-сөз. Бірақ дербес компьютерлер туралы ойланыңыз. Дербес компьютерлер пайда болып, бизнесте төңкеріс жасаған кезде, егер сіз әлі де қағазбен, кітаппен бірдеңе істеп жатсаңыз, содан кейін компьютер пайда болса, сіз жалғыз артта қаласыз. Смартфондарда да солай болады. Мен білетін табысты адамдардың барлығы смартфон пайдаланады. Смартфонды пайдаланбасаңыз, артта қалдыңыз. Жасанды интеллект қазірдің өзінде осында. Ал жасанды интеллектті пайдаланатын адамдар одан пайда көреді. Ал жасанды интеллект әрқайсыңыздың өміріңізге еніп үлгерген шығар. Бірақ сіз жасанды интеллекттің тұтынушысыз ба? Әлде ақша табу үшін жасанды интеллектті пайдаланасыз ба? Біз Sevaglove-те дәл осылай істеп жатырмыз. Біз сату және маркетинг арналарымызға үздіксіз біріктірілген және серіктестік жарнаңыз үшін сізге берілетін жасанды интеллект құралдарын жасап жатырмыз. Және сіз осы жасанды интеллект құралдарын апта сайын банктік шотыңызға ақша аудару үшін пайдалана аласыз. Сондықтан Safe Club қолданбасын пайдалану, біздің ұсыныстарымызды орындау және компаниямен ынтымақтастықты жалғастыру арқылы бұл құралдар пайда болған кезде, сіз әлемдегі ең үлкен жүйелердің кейбірін пайдалана аласыз. Біз Microsoft корпорациясымен олардың 365 платформасын екінші ұшқышымен бірге пайдалану туралы келісім шартқа отырдық. Мұны істеуіміздің себебі бұл әлемдегі ең үлкен, ең сенімді және жақсы құрастырылған жүйелердің бірі. Біз бұл қоңырауларды жасай бастағанда және оларға бірнеше жүз адам қоңырау шалғанда, біз бұл қоңырауларды жасай бастағанда және мыңдаған адамдарды қабылдай бастағанда, бұл жасанды интеллект. Ол адамдарға қоңырауға келу керектігін айтады және оны әртүрлі тілдерде жасайды. Сол кезде мен қатты уайымдай бастадым. Енді сіз бизнеспен айналыса аласыз. Сөзбе-сөз айтқанда, әлемдегі ең ірі брендтердің жарнамалық бюджеттерін ұсына аласыз және достарыңыз бен отбасыңызға жеңілдіктер ұсына аласыз. Серіктестікте бола отырып, осы Fortune 100 брендтерімен бірге жұмыс істей отырып, жақсы жобаланған технологияны пайдалана отырып, жасанды интеллект миллиардтаған доллар тұратын инфрақұрылым болып табылады. Енді сіз бұл инфрақұрылымда адамдарға ақшаны қалай үнемдеу керектігін үйрету арқылы
апта сайын қалтаңызға ақша салу үшін пайдалана аласыз. Міне, біз қарапайым нәрселерді қарапайым етіп сақтаймыз. Мұнда біз адамдарға ақша үнемдеу идеясын тарату арқылы үнемдейміз. Бұл мәмілелердің барлығына ұнайтын нәрсе. Содан кейін оларды олардың әрекеттерін бақылайтын жүйеге енгізіңіз. Содан кейін шешім қабылдаудың соңғы мерзімін белгілейтін Powerline маркетинг жүйесін енгізіңіз, әйтпесе адамдар ұтылып қалуы мүмкін. Мұның бәрі синергетикалық өзара әрекеттесу арқылы бір-бірімен біріктіріліп, осындай қуатты бизнес жүйесін жасайды. Және осы құралдар мен жинақтардың барлығы маңызды массаға жеткенде, борттағы және бізбен бірге жұмыс істейтін адамдар компания тез өсе бастайтын деңгейге жетеді. Ал егер біз жазылушылар санын 100-ден миллионға дейін арттырсақ, онда сіздің чектеріңіз 10 есе артады. Және бұл сізді жол бойы марапаттайды. Бірақ мен мұнда болашақты анық көремін. Біз бұл өтемақы жоспарының қалай төленетінін білеміз. Біз оның терең деңгейде қаншалықты жақсы төлейтінін білеміз. Және бұл жаңалық бүкіл әлемге таралып, SafeCom атауы көпшілікке белгілі болған кезде, бұл менің сонда болғанымды көрсететін нәрсе болады. Мен сол алғашқы вебинарлардың бірінде болдым. Ол кезде Чарльз масштабтаумен қалай жұмыс істеу керектігін әрең білетін. Бірақ ол сәтті болды. Бірақ біз қарқын алған кезде шынымен де қызықты уақыттар болады. Мен сендіре аламын. Брендтер бізбен серіктес болғанына өте қуанышты. Бұл өте жақсы болды. Және мен осы брендтердің жанында отырып, олармен не жасап жатқанымызды бөліскеніме және олардың жай ғана, бізді шақырыңыз, бізге жеткізіңіз дегенін естігеніме өте қуаныштымын. Клуб мүшелері, біз сіздің жазылушыларыңыздың базасы үшін бұл ақпаратқа қол жеткізуіміз керек. Және бұл бірегей, өйткені ол желілік маркетингтің әлеуметтік аспектісін. Брендтер бізге пайда әкелуі мүмкін деген идеяны біріктіреді. Және біз өз кезегінде осы брендтерге адалдықты қамтамасыз етеміз. Бұл жеңіске жететін жағдай. Менің ойымша, бұл барлық адамдар жеңетін жүйеден басталды. Мұнда тұтынушылар пайда көреді, брендтер пайда көреді. Және ол жай ғана тұрып қалды. Енді бұл көзқарас барлығына қол жетімді болғандықтан, және ол өздігінен түсінікті болғандықтан, бұл шынымен де қызықты. Және бұл нәрсе өртеніп, біз осындай керемет дамуға қол жеткізгенше уақыт мәселесі. Мұны бастаудың бірнеше жолы бар. Мүшелер 1997 жылға айына бір рет қосыла алады және сіз мүшелікке ие боласыз. Қазір компанияға келетін адамдардың көпшілігі оны серіктес болу үшін жасайды. Ал шын мәнінде біз қазір маркетингті негізінен серіктестерге арнап жатырмыз. Бұл болашақты ойлайтын және басқа серіктестердің берік базасын құрғысы келетін және маркетингті шынымен алға жылжытқысы келетін адамдар. Бізде жыл сайынғы серіктестік жарнасы $60 құрайды. Бұл сіздің бүкіл бек-офисіңізді, қайталанатын веб-сайттарыңызды, жасанды интеллект құралдарын, төлем картасы жүйелерін, сондай ақ сіздің барлық қызметтеріңізді айына 1997 жылғы мүшелікті қамтиды. Енді сіз айына 8.80, содан кейін айына 20 төлей аласыз. Бірақ менің ұсынысым жыл сайынғы VIP іс-шараға қатысу. VIP қызметінің құны $299,97 құрайды және бұл жыл бойына шығындарды жабады. Бұл сізге компанияда шексіз ақша табу үшін қажет нәрсенің бәрін береді. Бұл сізге бір жыл бойы клуб мүшесі болу мүмкіндігін береді және бұл туралы бір жыл бойы ойланудың қажеті жоқ. Мұны өз командаңыз арқылы алға жылжытқаныңыз өте жақсы. Өйткені сіз істеп жатқан ісіңіз сізге бір жыл қалдық табыс әкеледі. Ал бізде адамдар жылына бір рет мүшелік туралы шешім қабылдайтын мәдениетке ие болса, бұл қалдық кірісті тудырады және бұл өте тез, өте көп болады. Жыл сайынғы Prime мүшелігі бар. Жыл сайынғы Costco мүшелігі бар. Тек Америка құрама штаттарында Costco'ның 100 миллионнан астам мүшесі бар. Бұл әрбір үшінші адамның Costco'ға мүшелігі бар және оны жыл сайын қуана төлейтін сияқты. Өйткені бұл пайдалы. Бұл мүшелік. Біз мұнда істеп жатқан нәрсе сізге Costco мүшелігінен гөрі көбірек мүмкіндіктер беретініне және сізге көбірек ақша үнемдейтініне сенімдімін. Осылайша бір типтегі адамдар ақша табады. Олар ақшаны қайтаруды көреді, сыйақыны көреді және $2.99 шешім қабылдау өте оңай болады. Бір жылдан кейін олар өздеріне қажет нәрсені алады. Сонымен қатар, VIP мүшелігі өтемақы жоспарының мүмкіндіктерін толығымен ашады. Адамдар VIP клубқа тіркелген кезде оларға қосымша бонустар төленеді. Оларды VIP клубтың бір жылдық мүшелері ғана ала алады. Сондықтан бұл баратын жол. Бұл сізге төленбеген шот фактураны қалдырмайды. Жылына бір рет қана шешім қабылдауға болады. Және бәрі өз бағытымен жүреді. Бізде әртүрлі төлем опциялары бар. Бізге әлемнің түкпір-түкпірінен өтінімдер келіп жатыр.
Бізде адамдар тіркеле алатын көптеген әртүрлі криптографиялық акциялар бар. Және біз бірнеше сауда тіркелгілерін жүктеп алдық. Біз өсуге дайынбыз, масштабтауға дайынбыз. Міне, біздің тәжірибеміз осында келеді. Бізде бүкіл әлем бойынша сауда тіркелгілері бар. Онда біз ақшаны қабылдай аламыз. Келесі күні есеп айырысуды аламыз, комиссияларды аламыз және оларға апта сайын төлеңіз. Мұны істеу оңай емес. Сондықтан сіз жаһандық қызметті бастау үшін жеткілікті батыл, ұйымшыл және стратегиялық ойлайтын басқа компанияларды көрмейсіз. Сондықтан бізде шынымен де жаһандық мүмкіндік бар. Дүние жүзіндегі кез келген адам қатысып, маркетингпен айналыса алады. Бір компанияда жұмыс істейтін адамдар тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, аптасына 365 күн жұмыс істей алады. Өйткені біз бұл жүйелерді қостық. Біз iPayout және BitPay сияқты серіктестерді таңдадық және ақшаны қабылдау және алу үшін төлем опцияларымызды көбейтуді жоспарлап отырмыз. Біз WeChat Pay сияқты қызметтерді пайдаланатын Азия үшін интеграцияға көп көңіл бөлеміз. Қытайда мұның дәл осылай жасалатынын білесіз. Біз басшыларымыздан осы жүйелерді енгізу қажеттілігі туралы қатты және анық сөздерді естідік. Сондықтан біз осы нарықтарға шынымен қызмет ету үшін дамуға кірістік. Бірақ бұл платформалар ақшаны жылыстатуға қарсы және кек талаптарына толық сәйкес келеді. Яғни біз мұнда ұзақ уақыт болдық. Және біз банктермен қарым-қатынас жасағанда, осы төлем процессорларымен қарым-қатынас жасағанда, фондық тексеру түрі, олар бізге қатысты жүргізетін тексеру түрі. Біз нағыз компаниямыз және біз осында ұзақ уақыт болдық. Бұл мен үшін біраз таң қалдырды. Ал адамдар, бұл нағыз компания ма деп сұрайтын. Мен, қалай ойлайсың? Егер біз нағыз компания болмасақ, бұл банктер бізді қосып, солай етер ме еді деп сұраймын. Бірақ мен не болып жатқанына толық түсіністікпен қарай аламын. Өйткені желілік маркетинг кеңістігінде көптеген жаман ойыншылар болды. Бұл криптографиялық мәмілелер нарықты шынымен бұзды ма? Өнеркәсіп. Сондықтан біз бәріміз бірегей жағдайға тап болдық. Бізде желілік маркетинг индустриясын толығымен қайта құрудың бірегей мүмкіндігі бар. Менің ойымша, бұл жерде бізде бар нәрсе, жаппай тартымдылығы, жаһандық ауқымы, ең ірі брендтері бар. Жарнама берушілерден өтемақы жоспары түрінде доллар алудың бірегей жүйесі бар компания. Онда сіз осы үлкен бюджеттерден ақша табасыз және олар тек сіздің қарамағыңыздағылардан ғана емес. Бұл факторлардың жиынтығы. Сондай ақ қазір салада болып жатқан оқиғалар мен жарнамадағы өзгерістер бізді шынымен де бірінші орынға шығарады. Ал өз орнын алып, жұмысқа кірісе алатын адамдар үшін біз сіздермен бірге жұмыс істейміз. Осының бір бөлігіне айналған командада басшылық та керемет. Бірақ мен сізге мынаны айтайын. Safe Club'та ең көп табыс табатындар бұл компания туралы әлі естімеген. Біз бір апта ғана жұмыс істеп жатырмыз. Мен маркетологтар бар екенін білемін. Желілер бар, үлкен әсер ететін топтар бар. Және бізде барлығына ұнайтын өнім болғандықтан. Кейбіреулеріңіз сол адамдарды тауып, олардың барлық жұмысымен бірдей табыс табасыз. Сондықтан бұл хабарды сізге жеткізу үшін не істей алатынымды айтыңыз. Маған не істей алатынымды айтыңыз, сонда балалар сізге қажетті құралдарды ала аласыз. Біз бұл нәрсені жетілдіру үшін тәулік бойы жұмыс істейміз. Мен бәріңізге батылдық танытып, бірінші аптада бізге қосылғаныңыз үшін алғыс айтамын. Біз апта сайын жаңа хабарландыруларды жариялайтын боламыз. Келесі аптадағы бірінші хабарландыру комиссияларды төлеу. Содан кейін бонустарды есептеу және төлеу. Өткен аптада біз бірінші базалық деңгейдегі өнімімізді алдық. Біз қазірдің өзінде тамаша пікірлер алып жатырмыз. Бізде көптеген маркетингтік материалдар мен қатысты материалдар, жаңа бейнелер пайда болды. Бұл қызықты уақыт. Сондықтан бүгін кешке назар аударғандарыңыз үшін барлығыңызға рахмет. Біз тағы бір-бірімізді көреміз. Тағы бір-бірімізді шында көреміз. Кешіңіздің жақсы өтуіне тілектеспін.